Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Мен Самархан Нұрдәулетұлы, осы Талант каналының админ. Жалпы Каспий жайлы көп видео салғанбыз, көрген боласыздар, біраз видеоны салып тастады. Бүгінде де сол Каспий, алдамшы Каспий. Неге олай деймін? Олардың пайызы, олардың қосып отқан, кредитке қосып отқан сомаларын айтып отқан жоқпын енді. Ол бағытта емес, ол ақша, мақша, кредит, жаңа пайыздар сөз емес еді, ол тіпті емес. Олар үлкен қателік жасап отыр. Неге деп ойлайсыз ғой? Олар міне жұмыс жасағаннан бері қарай қазақ тіліне пысқырып та қарап отқан жоқ. Яғни мемлекет тілін қорлаумен жұмыс жасап келе жатыр. Мен көбірек талап қойдым, айттым, қазақша болғаны дұрыс. Бізде қазақ тілді адамдар көп қой. Бұл Қазақстан Республикасы ғой. Бұнда мемлекеттік тіл жайында заң бар ғой. Сіздер неге заңға құрмет етпейсіздер? Жаңа өздеріңізде енді отандық компания болған соң, жұмыста қазақтар болған соң, сіздерде патриоттық сезім жоқ па деп те сұрап көрдім. Ал біз әртүрлі өтініштер жасадық, мысалы Каспийдің қосымшасы, мысалы мобильді қосымшасы, енді банкомат, өкімет деймін ғой, өздерінің банктерінде мысалы қазақша қызмет көрсету мүмкін, бар болу мүмкін, жоқ деген күнде де Google Translate'пен жасаған іс қағаздары қазақша болу мүмкін, түсініксіз. Оларда да жазып қояды, қазақшасынан көрі орыс тілінің құжаттың, іс қағаздың үстемдігі жоғары деп. Яғни ертең күні бір кредит алған сомадан, я болмаса бір залогқа қойған дүниеден әңгіме шығататын болса, соттасатын жағдай туындайтын болса, орыс тілінің үстемдігі, орыс тілінде жазылған құжаттың үстемдігі жоғары деген не бар? Сонда мына жерде не айтқысы келіп отыр сонда? Қазақ тілі мұсырма, қазақ тілі орыс тіліне қарағанда күш қуаты жоқ па? Қалай сонда? Батыр айтып солай жазып қойғанда, бір қазақ тілін, қазақ ұлтын қорлап отқан сияқты. Мен олар жайлы көп айтқанмын, жақсы ұсыныстар айтқанмын, бірақ олар өздерінің үстемдігін пайдалана отырып YouTube'да айтқан кейбір видеоларымды жойып тастады. Бұл авторлық құқық, сол негіздерді айта отырып менің видеоларымды жойып тастады. Бірақ онымен мен тоқтап қалмаймын, тағы да айтамын, тағы да беттеріне басып айтамын: Каспий, сендер алдамшысыңдар. Сендер қазақты қорлап отсыңдар, қазақ тілін, мемлекет тілін қорлап отсыңдар. Егер сендерде патриоттық сезім болса, егер сендер мына Қазақстанда жасап жатқандарын сезінетін болсаңдар, әлде қашан қазақ тілі болар еді сендерде. Мобильді қосымшалары күні бүгінге дейін орыс тілінде жұмыс жасайды. Мен Play Market'те де өздерінің әрбір әлеуметтік желілерінен айттым, неге қазақ тілі жоқ, неге қазақша қоспайсыңдар? Оңай еді ғой ол. Ешқандай мобильді қосымшадан память алмаушы еді, ешқандай үлкен жұмыс күшін талап етпеуші еді деп айттым. Егер керек десеңдер, қолдарынан келмесе, қаржыларың жетпесе, ақшаларың жетпесе, бастарының ойлау қуаты жетпесе, менікі жетеді, мен қазақшаластырып берейін. Ол 3 жыл емес, 3 ай емес, 3 сағатта қойып тастауға болатын мәселе. 3 сағатта керек десе. Ал тіпті кең уақыт берсе, бір күн уақыт берсе де жетеді, маған қазақшаластырып беремін. Маған қазақшаластыруға тиісті файлдар жіберіңдер, өзім шешіп берейін дедім. Бірақ жауап жоқ. Айтамын мен, өтінішімді қалтырамын, есімім Самархан болады, жазып алыңдар, жоғары жағыңа жеткіз, бастығыңа айт, қазақша болсын. Бастығыңыз енді орыс тілді кісі болса, мүмкін қазақтардың жан айқайын түсінбейтін шығар. Бірақ қазақша болсын деп айттым. Тағы бір күйетін нәрсе, қазақтарға да ренжілуім да. Сонда Каспий маған керек па? Каспийдің қазақша болғанын маған керек па? Сізге де керек қой, айналайын. Ұрпағыңызға керек. Мемлекет болып бірге жасап атқан соң, біз қашанғы өзге тілге құл боламыз? Өзіміз неге құрметтемейміз? Қазақ тілін неге құрметтемейміз? Неге талап етпейміз? Әйтеуір орысша болса болды.
қазақшасын сұрап, қазақшасын іздеп, бас ауыртқысы келмейді, я болмаса орыс тілін түсінбесе де сол бір міндет сияқты да, орысша тұру міндет сияқты. Бір кезде қызық болған бір кісі. Енді бізде мысалы этникалық қазақпыз ғой, Қытайдан келдік. Смартфондарымыз кейбіреу қытайша жүйе, сондай көндіп қалған адамдар. Енді өз басымда ондай емес. Компьютер, смартфон бәрі қазақ тілінде. Сосын енді өз әдетім бойынша бір кісінің сотка деп қояды, телефонын көріп бердім, смартфон. Программадар жайлы сұрақтар болды. Сосын мен оны орысша тұр екенін түсінбеген соң қазақшаға қойып қойғам ғой, программадан бәрін қазақша қойып қойғам. Сосын бір уақытта ана кісі келіпті, айналайын мынаны қазақша қойып берші дейді. Ой, қазақша тұр ғой, міне қазақша десем. Жоқ, орысша дейді. Сонда қазақтардың деңгейін айтамын да, ана орыс тілі қазақша ұқсап кеткен, былайша айтқанда. Ана қазақшадан да түсінікті. Енді оған ешкімге кінә тақпаймын. Дей тұрған мен енді болашақты ойлайтын, қазақ ұлтының болашағын, қазақ тілінің болашағын ойлайтын адамдар енді олай жасамайды, кіттей мәдениеті, кіттей қазақ тіліне деген опасыздық жасамайды, ұлтына деген сүйіспеншілік бар деп ойлаймын, солай болу міндетті. Ал енді әңгімеден ауытқымай тағы да Каспийді айтайық. Каспий неге қазақ тілін осынша қорлайды, неге менсінбейді дегенде ойлаймын да. Бірінші, қазақтардың құлсыздығы. Барлық кінә қазақ тілді адамдарда деп ойлаймын. Өйткені бізде талап ету жоқ, бізде бас тарту жоқ. Мысалы, 100 мыңдаған қазақ қарсы шықса, айтса, мен сияқты видео түсірсе, мен сияқты айтса, оларға қоңырау шалып сөйлессе мысалға, қазақша болсын деп. Болар еді ғой. Бір менің айтқанмен еш нәрсе шешіліп кеткен жоқ. Міне, 1 жылға таяу уақыт өтті, айтуымнан кеткен жоқ. Бірақ сол жартас қанша айғайласам да сол даусыңды қайталап береді. Не істеу керек енді қазақтар? Осы бет жүре берейік па? Тағы да бірдеңені орысша жасап, сол орыс тіліне құл бола берейік па? Мен бұл жерде ұлттық кемсіту, я болмаса орыстарды жек көріп айтып отқан жоқпын. Орысша болсын айналайын. Орысшаны тіпті алтын таққа отырғызып тастай ма, маған керек емес. Бірақ ол жерде мен қазақ болған соң, қазақ мемлекетте жасап атқан соң, мемлекет тілде де қызмет алуым керек, және мемлекет тілде де болу керек, ол парыз. Ол біздің болашақ ұрпаққа жасайтын міндетіміз. Бүгін қазақша болмаса, ертең қазақша болмаса, 1 жылдан кейін қазақша болмаса, 20 жылдан кейін қазақша болмаса, ана жерде не болады айналайын? Бізде әрбір өсіп атқан буын, әрбір болашақ жастар сол тілге құл болады. Яғни орыс тіліне құл болады. Ал бүгін соны қазақша жасап қойсақ, бүгін сол мемлекет тілде жұмыс жасап отырса, ертең күні туған сәбилер, ертең күні ержеткен жеткіншектер оны қазақ тіліне пайдалана алады. Ал бүгін талап етпесең, бүгін ештеңені жасамасаң, ұрпағыңа сценарий жазбай-ақ қой. Қазақ тілін құрметте, мемлекет тілде өмір сүр, қазақ ұлтын дамыту керек, ғылым техниканы жеткізу керек, басқа ұлттардан асу керек деп айтпай-ақ қой. Өйткені көз алдындағы істі тырнақтай істі шеше алмай отырмыз да, тырнақтай. Каспий деген ол түк емес қазақтар үшін. Қазақтар үшін ештеңе де емес ол бір. Жай ғана банк. Жай ғана простой бірдеңе да ол. Одан үлкен органдардан мысалы қазақша жұмыс жасамай отыр. Оған қарағанда Каспий бір кішкене бірдеңе, оны қазақшаластырып алу қазақтардың құқығы жетеді, күш қуаты жетеді. Бірақ шын туайтында айналыспай отырмыз, құлықсыз болып отырмыз. Мен енді осы видеода естафия жолдаймын сіздерге. Енді естафия дегенде мен тілім келмейді, шыны керек. Орысша нәрсе да ол. Бірақ қазақтарға қазақша ұқсап кеткен. Мен енді қазақшаластырып айтайын өз ойымша. Жолдаймын, әркім жалғастырсын. Каспий міндетті түрде қазақша болсын. Егер болмайтын болса, біз Каспийден бас тартамыз. Каспийдің мобильді қосымшаларын жаңа банктен кредит алмау, Каспиймен жұмыс жасамау, сондай неге шақырамыз сіздерді. Қазақ тілінің болашағы үшін, мемлекет тілдің болашағы үшін осындай қадам жасаймыз. Егер Каспий санаспайтын болса, шынымен де біз миллиондаған қазақ блогерлері,
миллиондаған қазақ тілді аудиториясы осыған белсене жұмыс жасаймыз. Каспийдің бет-беделі түсіп қалмасын, қазақ ағайындардан ұят болып қалмасын десеңіздер, Каспий кезит. Қазақшаны шешіңіздер. Ол бір аса бір қиындық тудыратын нәрсе емес. Ары кесе қазақ тілі память алатын болса, қаржы мәселесі туындайтын болса, сіздерден ары кесе 5000 теңге кетер қазақшаластыруға. Ондай сомада кетпейді. Мен тегін қазақшаластырып беруге дайынмын. Тегін жасап беруге дайынмын. Еркекше уәде беремін. Мен тек қана өзім ғана емес, мен сияқты ойлайтын азаматтар бар, программистер бар. Солар бәріміз жабылып, 1-2 сағатта шешіп береміз қазақ тілінің мәселесін. Шеше алмасаңдар, шамаларың жетпесе, сонша қиын болса, айналайын әйтпесе несі қиын? Онсыз да анау біздің территорияда жасамайтын, біздің мемлекетте жоқ ұлттардың тілі де тұр ғой. Мысалы, ағылшын тұр да, көшеден бір ағылшын көрдің бе айналайын? Алматыда біраз ағылшындар бар шығар. Басқа да қалаларымызда, басқа да облыстарда, ауылдарда ағылшын бар ма? Жоқ та, істетпейтін тілді қосып қояды да. Ал істетуге тиісті нақтылы қолданыста бар мемлекеттік заңда қабылданған мемлекеттік тіл ретінде қарастырылған қазақ тіліне пысқырып қарамаймыз. Сонда не айналайын? Қазақтар соңынша сендерге мазақ па не? Өстіп қатты айту керек па жоқ? Неге осынша зорлайсыңдар адамды? Осы құрша қор қыласыңдар. Қазақтардың ақшасы сендерге керек, қазақтардың байлығы керек та, сендерге тілі керек емес. Не сонда? Бізде әлде саяси тактика жасап осындар ма? Орыс тіліне бодан қылу үшін, орыс тілінің үстемдігін жүргізу үшін саяси тактика жасап осындар ма? Кімнің тапсырмасы бұл? Осы сөзім үшін сотталсам, сотталып кетейін. Соттасуға да дайынмын мен. Осы қазақ тілі үшін соттасуға да дайынмын. Қиын нәрсе емес қой айналайын, әйтпесе соттасын не керек? Бір ары кесе бір 3-4 әмби тұрады қазақ тілінің Каспий кезет қосымшасынан алатын мүмкіншілігі. Бірақ онда сіздер арзан ойламаңыздар, Google Translate'пен қоя салып жүрмеңіздер, бір түсініксіз, бір анау алашуар, бір анау бір Африкадағы ұлттың тілін қоя салып жүрмеңіздер. Кәсіби жасау керек. Қазақ тілін қойғанда да мен неге Каспий кезетке қадалып отырмын айналайын? Пайдасы жоқ, бір мұсыр банк болатын болса, бір ешқандай бір бәсекелестік қабілетке жарамсыз банк болатын болса, маған қажет жоқ еді. Мысалы, Халық банк сияқты, мысалы, пайызды өте жоғары қоятын банктер болса, мен жағаласпас едім. Халық банкте қазақша бар болса да істетпеймін оны. Өйткені ол халықтың қолданысында жоқ та. Мысалы, Халық банкте маған ақша аудар десең, ешкім түсінбейді оны қалай аудару керектігінде. Банкоматқа жүгіріп жүру керек. Мобильді қосымшалар мысалы бір әрбір сома аударған сайын 150 теңге комиссия ұстайды. Ол деген лохотрон әңгіме ғой. Мысалы 150 теңгең бар болып, сен соны бірдеңе істетейін десең, соны комиссияға тартып қалады да. Ал сендердің істеп отырған жұмыстарың өте орынды. Көп жұмыстар мысалы комиссиясыз да бір коммуналдық төлемдер болсын, аударымдар болсын комиссиясыз. Соған мен Каспийға 5 деген баға беремін. Бірақ әттеген-ай дейтін жері жаңағы қазақ тілі. Көп уақыт жоқ, созбай ақ қояйын. Жаңағы жолдауымды жолдаймын қазақтарға. Егер сіз қазақ болсаңыз, егер сіз нақ мемлекеттік тіл деп сайрайтын болсаңыз, егер сізде кеудеңізде киттей де болса патриоттық сезім болатын болса, осыған дем беріңіз. Каспийдің мобильді қосымшасы Play Market, Google, Android болсын, iOS болсын, соның астына жазыңыздар, комментарий жазыңыздар, пікір. Қазақша болсын, мемлекеттік тілге құрмет етіңіздер. Істетпесеңіздер де керек емес, ұрпақтарыңыз істетеді мүмкін. Сіз орыс тілін істетіп жүре беріңіз. Бірақ қазақ болғаныңыз үшін бір комментарий жазып кетуге жарайтын шығарсыз. Келсесіз ба? Кей сөздер артық, кей сөздер кем болған болуы мүмкін. Артық сөзім үшін барлықтарыңыздан халықтан кешірім сұраймын. Кем кетіктер болса толықтаймыз. Бір ғана арман тілегім. Каспий мемлекеттік тілге құрмет етсін, қазақ тілі міндетті түрде болсын. Егер болмайтын болса, мен тағы да жалғастырамын, тағы да осындай видео түсіремін, тағы да мен
100 мыңдаған просмотрларға, 100 мыңдаған оқылымдарға мен тағы да Каспийдің былығын, Каспийдің алдамшылығын жариялап отырамын. Неге уәде етеді да істемейді. Қазақ тілін қосамыз дейді. Қосылмайтын ол не? Тауға апарып тас көшіп жатыр ма? Мен ана тауды мына тауға апарып қос деп жатырмын ба айналайын? Ешқандай қаржы кетпейтін нәрсе ғой. Оп-оңай нәрсені жасамаймыз. Тағы мемлекеттік тілге құрмет еттік. Тағы заңнамаларға дұрыс жұмыс жасады дейді. Заңды белшеден басып отырсыңдар ғой. Кімге пара төледіңдер? Заңды сатып алдыңдар ма? Қазақ ұлты, қазақ тілді адамдар сіздерден талап етіп болса, олар елеп ескеріп отқан жоқсыздар. Ең болмағанда заңды құрметтемей ақ қойыңыздар. Заң керегі жоқ, заң мұсырақ болсын. Бірақ мына мемлекетте жасап жатқан ұлтқа құрмет етулеріңіз керек қой. Мүмкін сіздер де қазақ шығарсыздар. Неге ұрпақты, болашақ қазақ тілін ойламайсыздар? Әлде өмір бақи осы темір қалпақты шешпеуіміз керек па? Мемлекет тілде президент айтып жатыр, өкіметті айтып жатыр. Түрлі түсті сыни пікірлер болып жатыр, енді соларды көрмейсіздер ме, қарамайсыздар ма? Ешкім орыс тіліне қарсы шығып отқан жоқ. Болсын, тіпті алтын таққа отырғызып қойыңдар. Бірақ қазақ тілі қатар жүру керек. Бірінші кезекте мемлекет тілі болу керек, екінші кезекте орыс тілін таңдап істету керек. Әрқандай мемлекетте солай, бізде ғана емес. Ешкімнің тіліне қарсы шығып отқаным жоқ. Маған демек тұр, анау бір картада жоқ ұлттың тілін қосып тастайсың ба, ол өз еркің. Бірақ бірінші кезекте қазақ тілі болу керек. Жалпы айтарымды айттым. Барша мені көрген, осы видеоны көрген бауырластарға айтарым, міндетті түрде лайк басыңыздар, және басқа да WhatsApp, Facebook, басқа да топтарға бөлісіңіздер. Осындай Каспийдің алдамшылығын жариялаңыздар, бірге күресейік. Міндетті түрде талант каналына жазылыңыздар. Мен тек қана жазылым, тек қана просмотрды ойлап отқан жоқпын. Мендегі көтерген мәселе шынайы ұлттық мәселе. Аман сау болыңыздар. Әрқашан қазақ тіліміз дами берсін. Күнделікті минут сайын, секунд сайын дамысын. Оны дамысын деп айтып қоймай, дамытуға тырысайық. Біз қарекет қылайық. Біз жұмыс жасасақ қана қазақ тілі орнына қойылады. Біз талап етпесек, біз жаңағы осы әйтеуір еңкейіп тоңқайып соған жүре берсек, жүре бересің. 100 жыл өтсе де, енді бір 3-4 ғасыр өтіп кетсе де, сол әдетің қалмайды. Кері өзгеріс жасау керек. Мүлдем басқа, бұрынғы бағыттан басқа өзгеріс жасау керек. IT саласы, медицина саласы, өкіметтік іс қағаздар, барлық сала қазақша болу керек. Оны қазақтар өздері жасау керек, талап ету керек, сонда ғана болады. Бұлай заңмен, бұлай басқалай нәрсемен ештеңе шеше алмайды. Көріп отырсыздар, көздеріңіз жетіп отыр. Заң ештеңе шеше алмайды. Заң деген мұсыр. Неге? Көріп отырсыздар, атқармай отыр ғой. Егер заң шынайы күші болатын болса, шынайы жұмыс жасайтын болса, әлде қашан біздің зарлауымыздың не керек, әлде қашан орнына қойылу керек еді ғой. Қытайлар айтады, заң деген өлі нәрсе, адам деген тірі нәрсе деп. Тірі нәрсе, өлі нәрсені өзгертуге болады, оны басқалай жерге жерлеуге болады дейді. Шынайында солай сияқты, мен соған келісетін сияқтымын. Аман сау болыңыздар.